Армысыздар, қымбатты көрермендер. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін таныстырамыз. Бүгін біз қазақ латын әліпбиіндегі 22-ші әріп Р әріпіне тоқталамыз. Латын қарпіне көшкен елдерде бұл әріп әртүрлі оқылады. Мысалға, ағылшындар ар деп оқыса, вьетнамдықтар тіпті оны з деп дыбыстайды екен. Ал қазақ тілінде бұл Р деп оқылады. Кирилл жазуында Р әрпі басқаша жазылатынын білеміз, алайда екеуінің шығу төркіні бір. Әуелде ежелгі Мысыр иероглифінде бұл әріп реш, яғни бас деген сөзден пайда болған. Басын сол жағына бұрған адамның сұлбасы ретінде таңбаланып, осы әріп пайда болған. Бірақ кейін бұл әріпті Р әріпімен шатастырмас үшін біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда римдіктер әріптің аяғын созған екен. Осылайша баршамызға таныс Р әрпі қалыптасқан. Р әрпі қазақ тілінде жиі кездеседі. Кісі есімдері де кең таралған. Солардың ішінде ең бірінші айтылатыны әрине Қазақстан Республикасының халық әртісі, белгілі әнші Роза Рымбаева. Роза Рымбаева сонымен қатар мемлекеттік сыйлықтың иегері, көптеген халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының құрметті профессоры. Роза Қуанышқызы 1957 жылдың 28 қазанында Шығыс Қазақстан облысы Жаңғызтөбе станциясында теміржолшылар отбасында өмірге келген. Әншінің өнердегі алғашқы үлкен қадамы Ұлы Отан соғысының 30 жылдығы қарсаңында өткен ән байқауында жеңімпаз атанады. Міне сол байқау оның өмірін өзгертеді. Байқауда жас талантты музыкант Гүлдер ансамблінің бас дирижері Тасқын Оқапов байқап, Гүлдер ансамбліне шақырады. Розаның есімі барша кеңес одағына қазақ тіліндегі әлиян орындаған соң кең тарайды. 1977-1979 жылдары жыл әні фестивалінің финалдарында және КСРО-ның ең үздік ондығы «Звуковая дорожка» хит шеруінде Алла Пугачева мен София Ротарудан кейін 3-ші орында тұрған. Бұл қазақ қыз үшін одақ көлеміндегі үлкен жеңістің бірі болатын. 1979 жылы Роза Рымбаева Стамбулда өткен халықаралық әншілер байқауында лауреат атанды. 1983 жылы Кубада өткен Гала 83 халықаралық байқауында бас жүлдені жеңіп алады. Роза Рымбаева атақ даңққа ерте бөленген санаулы әншінің бірі. Ол 22 жасында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, 29 жасында Қазақстанның халық әртісі атағын иеленген. Әншінің «Көктем шақырады» мерекелік концерті жыл сайын дәстүрге айналды. Тіпті халықтың асыға күтетін шараларының бірі болды. 2005 жылы Мәскеудің даңқ алаңында тұңғыш рет әншінің есімінің құрметіне жұлдыз шашылды. Ал 2008 жылы дәл осындай шара Қарағандының даңқ алаңында өтті. Роза Рымбаеваға 2021 жылы сахнада жүргеніне 45 жыл толады. Ол сұхбаттарында ешқашан фонограммаға жүгінбегенін айтқан. Яғни жарты ғасырға жуық уақыт тек жанды дауыспен өнер көрсетіп келеді. Мінеки қымбатты көрермендер, біз бүгін Р әрпі туралы және осы Р әрпіне арқау болған Роза Рымбаева туралы ақпарат бердік. Бүгінге осы, аман, сау болыңыздар.